Қайырлы кеш оқырман. Айда мен Нұрдәулеттің ара қатынасы біткен көрінеді. Айда Бішкекте, Нұрдәулет Алматыда. Қосылады деген үміт болған еді, осы күнге дейін. Той болды, соның күн болды, Құдайға мен мәртебе шүкір. Әрбір өзіне өсті только жақшылық болсын. Штеп жырға өле, гүліп жайна өле жүргенге емне жетсіне. Қайғырбайлық, башыңызға қандай қиыншылық түшпесін, Аллах Тағала қандай сынау бербесін, гүліп жайнап, башыңызды тек көтеріп, алдыға ғана ұмтылышыңыз керек. Bir проблема болды екен деп жатып алмай жоқ. Пошел. Всем спокойной ночи. Возможно, там делают там. Ешік қыш. Үйге барам. Вот. Айдаға болса сен тез ұмыттың. Ештеңе болмағандай жүрсін деп көрермендер жазатын көрінеді. Айда сыртынан күлсе де, ішінен жылап тұрғандай. Бақытты болып көрсетпегенде, қалай жүру керек Айда? Күйеуіңді жақсы көріп жіберу қандай қиын. Өмір жалғасады, бәрі өз орнына келеді дегендей. Солай енді пікірлер көп, біреу жақсы айтса, екіншісі жаман айтуы әбден мүмкін. Сол үшін де көп нәрсені қабылдамай, өзіңнің өмірің сен сүру. Бастысы, ата-анасы қасында, денсаулығы сау. Жұмысы жүріп, басқа не керек? Ал махаббат болса, ол да бір күні бұйырар. Многие говорят, что мы похожи. Senden sonra bağlı, bıraktığın sonra bağlı, artık sonra bağlı.